Видеоны бастамай жатып достар, мен сендерге Panda KZ'тің арнасын ұсынамын. Бұл арнада 100 подписчикке жеткенде конкурс басталады, алмазға немесе наборға. Қараңыздар, бұл жақта қазір 93 подписчик, тек 7 подписчик жетпей тұр. Тіркеліп кетеміз. Ал енді келесі біздің екінші арнамыз ол хакер Димаш достар. Бұл жақта қазір 39 подписчик, 40-қа тек 1 подписчик жетпей тұр. Тіркеліп кетіңіздер. Бұл жақта кейде 1-2 күн сайын стрим болып тұрады. Құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен байызды достар. Короче, мен бүгін сендерге өз басыма өткен бір шынайы оқиғаны айтып беретін боламын. Осы Free Fire'дан 1-2 күн бұрын достар, алдыңғы күні мен Free Fire ойнап жатқам. Түнгі 3:00-де бір кезде мен өзім жалғыз өзім соло режимде ойнадым. Рейчик ойнап жаттым. Бір кезде мен осы Free Fire'дан біреу сөйледі маған, мен бір өзім отрядта емес, ойымыз соло режимде болдым. Түнгі ровно 3:00-де мен рейчикте ойнап жаттым. Сол кезде маған бір орыс бала бірдеңе деп сөйледі. Ты что делаешь дедім, сөйтіп айтты. А мен оған мән бермей, оған боқтап айтсам, бірақ маған кім сөйлегенін білмедім. Сосын оны мен онша түсіне қоймадым басында. Екінші күні, яғни бүгін ол түсінде короче түнгі 3:00-де ойынға кірдім, не болады екен деп. Ойынға кірдім, короче, бір кезде маған достар, біреу өлең қосылды Free Fire'дан. Сөйтті бірдеңе, бір дауыстар шықты, бір түрлі дауыстар достар. Бұл өтірік ойдан құрастырылған емес достар, бұлар шынайы әңгіме. Шынымен де болды осындай, мен де бүгін түнде. Мен оны түсініп алдым. Енді сіздерге айтатыным достар, сағат түнгі 3:00-де Free Fire'ға мүлде кірмеңіздер, 3-терде тіпті Free Fire'да ойнамаңыздар. Ал біз енді осы бір ойынды аяқтай салайық, бүйтіп отрядты. Ой, яқын. Достар, мен қазір ана ойдан шығарған жоқ, бұны шынымен өз басымнан өтті. Достар, маған каналға тіркеліп кетіңіздер, 200 подписчикке жеткенде 1000 алмазға конкурс бастайтын боламын. Түнгі 3:00-де Free Fire'ға мүлде кірмеңіздер. Сосын видеоны таяқтаймын. Tamam, çok rahattı. Dostlar, осымен менің видеом аяқталды. Видеоны каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.